Ассалаумалейкум қазақ елі. Міне уже где-то бір 4-5 күн өтті шамамен. Бассейнде балықтарымыз тоғанды кептіру жалғастыруда. Міне айратса есебінде осындай сеткі салып қойдық. Отходтары мынандай болып жиналып жатыр. Насос желмен немен түскен шөптер насос арқылы сорылып қайтып мына жақта өзіне қайтып беріліп жатыр. Мына жерде отходтары сеткіден өтпей осылай жиналып жатыр. Так, аэрациямыз міне кішігірім осындай. Енді тоғанымызды көрсетейік сіздерге. Тоғанымызда шамамен бір 20-30 килограммдай әк себіліпті. Енді мен өзім сепкен жоқпын, үйдегілер сеуіпті. Тоғанды кептіріп жатырмыз. Бүгін кешкі сағат 6-да. Құдай қаласа мына тоғанға су жіберетін боламыз. Тоғанның ішіне осылайынан әк сеуіп тастадық. Енді тырмалауға уақыт келмейтін шығар. Негізінде түбін бір қопсытып жерген дұрыс. Міне менің әлі де кішкене жарылу керек еді. Оған енді мүмкіндік жоқ. Құдай қаласа бүгін кешкісін су жібере береміз шеймен деп. Мына әлі де жарылып кебу керек еді. Тәуекелдеп көреміз енді Құдай қаласа. Бүгін осы мына күннің шақырайып тұрған күннің несімен кепсе, судың деңгейі міне мынандай. Ең терең жер 1,5 метр болып тұр екен. 1,7-ге жетпейді екен. Ең терең жер мына осы тұстар. Әкті осылайынан жағалай шашып шықтық. Енді әктің пайдасы сол біріншіден дезинфекция. Қыс бойы тұрғаннан кейін балықтың шырышы, зәрі осы қабырғаларына шөгеді. Сумен табанына шөгеді, сумен қабырғаларына шөгеді, екі қабырғаларына жабысады. Соның бәрін күннің тікелей сәулесінің суымен бактериялардың бәрін өлтіреміз, жоямыз. Енді ол табиғи процесс солай қайталанатын. Құдай қаласа кешкі 6-да су беріп, ертеңгі күні жаңағы көрсеткен сіздерге шабақтарды тоғанға салатын боламыз. Жұмыс міне осылай жүріп жатыр. Құдай қаласа тағы да видеолармен бөлісеміз жеймен деп. Мына жерлерді алу керек екен, биік тік жар болып кеткен мына жерлер. Енді оны суды түсіріп бір қолмен қазбасақ. Ертең наурыз келе жатыр, мейрам. Сол кезде қазамыз деп отырмыз. Күрекпен. Бір күрек алсақ, бір 20 сантиметр. Сонымен бұл жерде әдемі болып шығады. Мынаның асты айта кетейін. Осыдан 2 жыл бұрын 2 жыл кептірмей су ұстап отырдық. Түсірген кезде адам аяғын алып жүре алмайтын ұйық. Серый ил дейміз ғой. Сұр қаралай. Сондай болды. Биыл міне түсірген кезде, суды түсірген кезде қап-қатты ешқандай ил да жоқ, басқа да жоқ. 1 сантиметрдей ил жиналған. Ол енді болар болмас. Ол деген әдемі деген сөз, жақсы балықтар қыстаған деген сөз. Так, достар, осымен видео тәмам. Кездескенше.